Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі дәрістің тақырыбы техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар. Бұл дәріс үш сұрақты қамтыған. Бірінші, техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың пайда болу себептері. Екіншісі, аса қауіпті техногендік төтенше жағдайлардың жіктелуі. Және де түрлі техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезіндегі мүмкін болатын зардаптар. Жалпы техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың себептері бұл яғни кез келген өндіріс саласындағы немесе адам салдарынан болатын техникаға, технологияларға байланысты болатын төтенше жағдайлар. Яғни төтенше жағдайлар, техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар адам баласының қызмет кезіндегі техника мен технология үрдістердің істен шығуы және сонымен қатар олардың ақаулығы салдарынан болатын қоршаған ортаға, адамзатқа тигізетін әсерлер болып келеді. Жалпы бұл өндірісте өсіп келе жатқан ауқымды мәселе, қолайсыз жағдайлар, бұлардың өзінің пайда болуына байланысты бірнешеге жіктеледі. Яғни ел аумағындағы ықтимал қауіпті объектілердің технологиялық қауіпсіздік тұрғысынан алғанда олардың қисынсыз орналастырылуы, яғни жобаға сәйкес келмейтін орналасуы болып келеді. Сонымен қатар энергияны үнемдейтін басқа да технологиялық жетілдірілген қауіпсіз техникаларды енгізу кезіндегі салдар, ықтимал қауіпті объектілерді жобалау, салу, жаңғырту және пайдалану кезіндегі қателіктер, сонымен қатар көлік және басқа да байланыс желілерінің жеткіліксіз дамуы. Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар себептері бойынша төмендегідей жіктеледі. Өндірістің жоғары қанықтылығы, өндірістегі конструкторлық қателер, өндірістегі технологиялық жабдықтардың айтарлықтай тозуы немесе істен шығуы, сонымен қатар кадрлық қателіктер және де адамдарды бірлескен әрекет кезінде ақпаратты бұрмалау болып келеді. Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар адамның шаруашылық әрекетіне болатын авариялар, өрттер, жарылыстар және тағы басқа да керектен болатын жайттар болып келеді. Өндіріс пен қызмет көрсету саласына заманауи техника мен технологияны қаныққан сайын жоғарыда аталған апаттардың саны күрт өсуде. Техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың негізгі көздері болып, бұлар қауіпті өндірістік объектілер болып келеді. Қауіпті өндірістік объектілерге төтенше жағдайлардың көзіне нақты қауіп төндіретін радиоактивті, өрт және жарылыс қаупі бар химиялық және биологиялық заттарды пайдаланатын, өндіретін, өңдейтін, сақтайтын немесе тасымалдайтын объектілер жатады. Аса қауіпті техногендік төтенше жағдайлардың жіктелуі, яғни көлік апаттары немесе катастрофалар, жүк және жолаушылар пойыздарының апаттары, өзен, теңіз, жүк жолаушыларының апаттары, әуежай ұшақтарының апаттары, сонымен қатар көпірлер, темір жол өткелдеріндегі көлік апаттары, магистралдық құбырлардағы апаттар болып келеді. Сонымен қатар өрт және жарылыс қаупі бар апаттар, ғимараттардағы өндірістік объектілердің технологиялық жабдықтарындағы өрттер немесе жарылыстар, жанғыш және жарылғыш заттарды өндіру, өңдеу және сақтау объектілеріндегі өрттер, жарылыстар, шахталардағы, жерасты қазбаларындағы жұмыс кезіндегі өрттер және жарылыстар, тұрғын үй және әлеуметтік мәдени мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардағы өрттер, химиялық қаупі бар объектілердегі өрттер, радиациялық қаупі бар объектілердегі өрттер, сонымен қатар оқ-дәрілердің жарылуы, содан пайда болатын өрттер, химиялық қауіпті заттардың бөлінуіне байланысты болатын апаттар, яғни мұнда химиялық заттарды өндіру, өңдеу және сақтау кезіндегі болатын апаттар. Сонымен қатар
химиялық заттардың шығуымен байланысты автокөлікте болатын оқиғалар, апаттар, химиялық оқ дәрілердің авариялары, немесе химиялық улы заттардың көздерінің шығуы кезінде болатын апаттар. Сонымен қатар химиялық заттардың реакция кезінде болатын, одан болатын зардаптарынан туындаған апаттар. Келесі радиоактивті заттардың бөлінуімен болатын апаттар. Мұнда атом электростанцияларында өндірістік және ғылыми зерттеу мақсатында болатын жұмыстар кезінде болатын апаттар. Радиоактивті заттардың шығуымен туындаған апаттар. Сонымен қатар ядролық отын циклы кәсіпорындарында радиоактивті заттардың шығуымен болатын апаттар. Ядролық қондырғылар мен радиоактивті заттардың тасымалдайтын көліктер, ғарыштық аппараттардың апаттары, радиоактивті заттардың бөлінуімен өндірістік және сынақтық ядролық жарылыстар кезінде болатын апаттар, ядролық қаруды сақтау, пайдалану, орнату орындарындағы апаттар, радиоактивті заттардың көздерінің шығуы, жоғалуы кезінде болатын апаттар. Сонымен қатар биологиялық қауіпті заттардың бөлінуіне байланысты болатын апаттар. Кәсіпорындар мен ғылыми мекемелерде, зертханаларда қауіпті химиялық заттарды бөлуімен болатын апаттар. Химиялық белсенді заттардың бөлінуінен байланысты шыққан апаттар. Сонымен қатар құрылыс және ғимараттардың қирауы кезінде пайда болатын апаттар. Көлік және коммуникация саласындағы элементтердің күйреуі, өндірістік ғимараттар және құрылыстардың қирауы, тұрғын үй мен әлеуметтік және мәдени мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың қирауы. Сонымен қатар техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың ең маңызды бір бөлігі бұлар электр жүйесіндегі болатын апаттар. Яғни электр энергия көзін барлық тұтынатын мекемелерде немесе автономды электр станцияларында болатын апаттар. Сонымен қатар үлкен аумақтарда электрмен жабдықталған ұзақ уақыт электр желісін қолданатын мекемелерде болатын апаттар. Көліктік электр байланысы желісінің істен шығуы. Сонымен қатар көлік коммуналдық тіршілік қамтамасыз ету жүйелеріндегі апаттар, яғни ластаушы заттардың жаппай бөлінуіне, кәріз жүйелеріндегі апаттар, суық мезгіл кезінде жылу желілеріндегі болатын апаттар, ауыз сумен жабдықталған жүйелерде болатын апаттар, жалпы газ құбырлары маңында болатын апаттар. Ағын суларды тазартуға қолданатын қондырғылардан болатын апаттар, ластаушы заттардың жаппай бөлінуінен өндірістік кәсіпорындарда ағын су тазарту қондырғыларда болатын апаттар, өнеркәсіптік газ тазарту қондырғыларында болатын апаттар, сонымен қатар гидродинамикалық апаттар, серпінді толқындардың пайда болуымен және апатты су басу мен бөгеттердің немесе шлюздардың бұзылуы, істен шығуы, су тасқынында пайда болатын бөгеттердің дайын болмауы, құнарлы топырақтың шайылуы немесе кең аумақты шөгінділердің шөгуіне әкелетін бөгеттердің бұзылуы. Сонымен қатар жалпы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайда бірнеше нысандар бар. Олар аварияның апаттың нәтижесінде төтенше жағдайдың аймағында бірнеше келесі салаларды орын алуы мүмкін. Мысалға 5-тен және 10-нан адам көп емес қайтыс болатын орындар, 5 және 100 адамнан аспайтын халықтың тұрмыстық жағдайының бұзылуы, сонымен қатар
адам денсаулығына, қоршаған ортаға және шаруашылық объекттерге келтіретін материалдық залалдың мөлшері, яғни айлық есептік көрсеткіштен 5-тен 10 мыңға дейінгі мөлшерін құраса, бұлар үлкен апаттар болып есептеледі. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың жаһандық түрі, бұнда деген бірнеше адамның, яғни 200 адамның қайтыс болса, бұл жаһандық, яғни глобальный төтенше жағдай болып есептеледі. Сонымен қатар аймақтық, бұнда аймақтық төтенше жағдайда 50-ден және 200-ден адам көп қайтыс болған жағдайда бұл аймақтық болып келеді. Және де жергілікті апат, бұнда 10 адамнан 50 адамға дейін қайтыс болған жағдайда жергілікті болып есептеледі. Сонымен қатар радиациялық қауіпті объект деген өте маңызды түсінік бар. Бұнда яғни зақымдану, қирау және апат кезіндегі аумақтық кеңістіктегі орын алған радиоактивті заттардың ластануы, бұлар сонымен қатар жауынгерлік іс-қимыл әрекет кезіндегі болатын радиоактивті заттардың пайда болуы, бұл осы үлкен радиоактивті апат болып есептеледі. Яғни сонымен қатар жалпы осы радиоактивті апаттың 4 фазасы болады. Бірінші апаттың бастапқы кезеңі, апаттың ерте кезеңі, аварияның аралық кезеңі, сонымен қатар кеш кезеңі, яғни қалпына келтіру кезеңі болып есептеледі. Дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.